2021 жыл Алматы қаласы керемет зал. Қайырлы кеш достар! Дәл осындай қошеметтеріңізбен бүгінгі жұлдыздармен таныс болайық. Заты өзгерсе де аты өзгермеген Талдықорған білім инновация лицейінің құрамасы Феномен командасы. Жігіт болсаң, логодағы қарлығаштай жігіт бол. Есік білім инновация лицейінің құрамасы логодағы қарлығаш. Қыздың жолы жіңішке демекші. Алматы қыз білім инновация лицейінің құрамасы сол баяғы ал қыз. Мичиган облыс орталығының халық әртістері Сүлейман Демирел лицейінің құрамасы Мичиган командасы. Жергілікті ұлдарыңыз Алматы ол білім инновация лицейінің құрамасы Шварценеггердің інілері. Өте жақсы. Бұл жолы сайысқа 5 команда түседі және 6-шы маңызды командамыз Әділ Қазылар алқасы. Асыл қасиет қоғамдық қорының президенті Жанат Мұхамеджанов. Эдукон компаниясының сапа бөлімінің директоры Омархан Бабахан. Onun arabası var, güzel, güzel. Дос Мұхамедов атындағы мектептің гимназия директорының Ержанат Бакиров. Сүлейман Демирел университетінің проректоры Давранжон Гаипов. Көп ұзамай сайыстарымызды бастаймыз, ал командаларымызға сәттілік. Бүгінгі ойынымыз 3 сайыстан тұрады. Олар команда таныстыру сайысы бастауыш, уақыт шектеуі 4 минут. Осы маусымның жаңалығы, жаңа бір сайыс, оқиғалық ширату және де соңғы сайысымыз еркін сайыс, уақыт шектеуі 3 минут. Барлық сайыстарға жалпы тақырып көптен күткен КТЛ. Құрметті көрермендер, жарқын жүздеріңіздегі маскаларыңызды киіп отыруларыңызды сұраймыз. Ұмыт кетпеңіздер, көп рахмет. Және де сайыстар басталар алдында барлық командаларға бірдей қошемет көрсетулеріңізді сұраймыз. Қанеге бір тексер жіберек, қалай бір қошемет көрсетеміз? Естілмейді, одан да қаттырақ. Ал қыз қайдасыздар? Бәсе? Және де кешімізді ашушы сайысымыз бастауыш. Алғаш боп ортаға есік білім инновация лицейінің құрамасы логодағы қарлығаш. Қайырлы кеш Алматы! Біз бүгін кешімізді Дархан ағайдың мына сөзімен бастағалы жатырмыз. Логода қарлығаш кішкене өздеріне сеніп қалған сияқты. Мінекей, дәл осы видеодан соң командаға өңкей сенімсіздер жинап келдік. Жеги біз осы финалға өтемей қалады сияқтымыз ше. Айттым ғой өңкей сенімсіздер деп. Оны қойындаршы жігіттер. Сендер Әділ Қазалқарының арасында кімнің отқан білесіңдер ме? Кім отыр? Омархан Бабахан ағай отыр. Кім ол? Білмейсіңдер ме? Сендердің лицейға түсулерің, достықтың өтір, оның бетке ұстар азаматы Омархан Бабахан ағайдың арқасы. Ол ма? Лицейлердің кілті осы кісінің табанның астында. Бәсе кан,
табан көтеріш кілттаған лицейді құттау керек еді. Mene bağla Vakıtım baylığım Жігіттер түсінбедім, неге магазинде жүрсіңдер ма не? И жай ма? Не бәрің маск тауып алғансыңдар? Сен нағып өзінше отсың? Маскың жоқ, киімің жоқ. Зато менде әзіл бар. Ал ойнатшы шал. Сонымен тамашалаймыз Нұрбол ағайдың Дархан ағайға айтқан өлеңі. Mene bağla Vakıtım baylığım Dep mene bağla Сіздермен бірге үй астында жатып Ұшқысы келіп жатқан логодағы қарлығаш. Біз бастаймыз! Құрметті достар, көңілді тапқырлар лигасының бір құндылығы Нұрбақыт ағай. Бұрышта қанша тұрса да шірімейді екен. Тәрбиешісі кетіп бара жатқан оқушының зары. Өлім күйем деген қайда кетіп қалдан бәрі? Өлім күйем дегені. Болды, не болды соншама? Сіз кімсіз? Мен сен жаңа тәрбиешіңмін ғой. Енді кімге оқушы болам? Мынамы? Лицей президенттері өз лицейін 1 жыл лапшамен қамтамасыз етеді екен. Лицейдегі қазіргі 7-ші сыныптар. Лицейдегі қазіргі 7-ші сыныптар. Ой, әбі, кешіріңіз. Алло, мама, мен 10 класс етер жат, мама. Қағаз ручка дайына, мама, заявление жазамыз. Мама, жерге жеттім, өлді. Осыдан 29 жыл бұрын қазақ жеріне КТЛ атты бір түйір дән егілді. Сол ағаштың тамыры бүкіл Қазақстанға жайылды. Сол ағаштың арқасында бүкіл Қазақстан дамыды. Сол жемістің бірі бүгінгі көңілді тапқырлар лигасы. Ал бүгінгі ойын соның дәлелі. Сіздермен бірге логодағы қарлығаш. Рахмет, Алматы. Қаншама еңбек, қаншама тер Кейде аспан, кейде жер Кейде айға, кейде Көп рахмет. Ал келесі балдарыңызда Талдықорған білім инновация лицейінің құрамасы Феномен командасы. Баспадым жардың шетін құлайма деп Ішпедім арықтан су. Карантин бойы тек осындай өлеңдер тыңдап кеттік қой. Кеш жарық Алматы! Ема, жігіттер, қарандаш, көптен күткен КТЛ. Жақсы көрем ғой бәрін. Қарандаш, атмосфера, көрермендер, бәрін жақсы көрем ғой. Сен биыл бірінші жыл ойнап тұрсың ғой, қалай жақсы көресің оларды? Қалай жақсы көре алмайым? Нұрбақыт ағай бір ретте ойнап көрген жоқ қой, бірақ ол да жақсы көреді ғой. КТЛ-ді тек ойнайтындар ғана емес, КТЛ-ді барлығы жақсы көреді. Жігіттер, мынау карантин болды. Осы карантин уақытында немен айналсыңдар, не бітірдіңдер? Мен тост жасап үйрендім. Мен болсам маклюби аударуды үйрендім. Ал мен карантин бойы қашып шықтым ғой. Кімнен қаштың сен? Ана Илон Маск маймылдардың басына чип салып жүр дейді ғой. Содан? Содан қашып кеткенсің ғой. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином и в жизни. Сен не үшін шықтың? Адвокат жақсы болды, сол үшін шықтым. Қуасың ба? Сахнаға не үшін шықтың деме? Бір сәл-пәл әзілім бар еді, хабарлап жіберші. Сонымен көреміз, лицейға жұмысқа қабылдау кезінде осындай жағдайларда болып тұрады екен. Атыңыз кім? Дархан. Құтты болсын, жұмысқа қабылдандыңыз. Бір түрлі тәрбиеші балабақшада. Не өң-шең дыпылар жиналғансыңдар, а? Адамдармен ерегесіп қалған доп. Любой мен разнарашығам, главное бастан тебу жоқ. Жалғастырамыз, достар. Сонымен көреміз, аяғынан иіс шығатын хан. Естілмей жатсың, жақыннан кеп айтшы.
хан ием, сасып атсыз. Сонымен тамашалаймыз маклюбе жеп отырған сынып. Мынау маклюбе бітпей қалды. Ке аяқтап жіберейік. Ке мама үшін ал жер. Ой, жо, әби, тойдым. Онда папа үшін ал жер. Ой, әби, реально айтам, тойдым. Алқы үшін ал жер. Давай, давай. Рахмет достар. Сонымен көреміз тәрбиешісі мен оқушылары арасындағы дуэль. Мә, әби, әділетсіз ғой мынау. Біз де оқыс алып атайықшы. Достар, фантазиямызды қосып көрейік. Байқоңырда лицей ашылса, қалай болады екен? Жігіттер, мынау кезең уақыт келіп қалды. Қайда барамыз? Марсқа барайық. Бармаймын онда. Неге? Ол жақта Илон Маск жүр дейді ғой. И так тарен қашып құтылдым. Қайттан ұстап бересіңдер ма? Ойын соңында біз тезірек офлайн оқсақ деп қалаймыз, себебі лицейге бармау бұл вирустан да қауіптірек. Сіздермен бірге болған Талдықорғандық феномен. Рахмет, Алматы. Талдык, город больших приключений, в этом нету Көп рахмет. Және келесі Алматы ОУ білім инновациялық сенің құрамасы Шварценеггердің інілері. Кеш жарық Алматы! Ма, жігіттер, СДУ-дің іші дерзкий, бірақ мен өзімнің ақсайымды сағынып отырмын. Несін сағындың, брат? Сол баяғы ақтуал, кафель, хлордың иісі. Мә, осыны айтып біткенше больница есіме түскетті. Жігіттер, естідіңдер ма? Талдықский рекорд қойды ғой. Не істепті? Тосты жеден рекорд қойды. Әрине істейді, қарны ашқан ғой байқұстың. Айна 10 мың теңге төлеп несіне тоясың? Жігіттер, бүгінгі ойынға біздің қандай әзілдеріміз бар? Осы ауқыз туралы әзілдікті. Это уже не в моде. Онда әбейін 3 түрі туралы айтайық. Маралкан прикол емес қой ол. Айжан, тоқтай тұршы, сенің қандай приколдарың бар? Оқушы аштан өліп қапты. Өйткені әби ас болсын демепті. Жігіттер, бүгінгі ойынның тақырыбы қандай еді? Көптен өткен КТЛ. Біз бәрін таста. Не oldu? Брат, көтереш, ақсай көрмейді, мектің бәрі толған алқыз, брат. Бәрін таста. Бәрін таста. Now watch me do my whip. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do what I was like? Hold up. Hold up. Pause. Hold up. Ay 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 Coco Jumbo. Ay ay ay. Ay 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 Coco Jumbo. Ay ay ay. Жатақханада қызы жоқ оқушы Алисамен осылай сөйлеседі екен. Алиса, привет, қалың қалай? Сәлем, жақсы. Өзіңіздікі қалай? Нормально болады. Алиса, сен жігітің бар ма? Мен жігітім жоқ, бірақ қожайым сізсіз. Алиса, қудыртпашы. Алиса, маған биологиядан жануарлар зерттеуге берші. Жануарлар туралы сөйлесейікші. Өзіңіз туралы не айта аласыз? Тамашалаймыз. Өте әзілқой медбике. Апай, мен температурам көтеріліп тұрған сияқты, апай. Кән. Сен өте ыстықсың ғой, алқысаң сынып тұр ғой. Саған не болды? Апай, аяғым ауырып жатыр. Еркектер екі қалып болмайды ғой. Ал саған не болды? Мә, апай, осы көңіл күйім кез келген уақытта өзгере береді ше. Алматының ауа райы сияқты ма? Мә, апай. Ал сәлемдесуіміздің соңын 90 сонда жоғалып кете беретін ағайдың сөзімен аяқтаймыз.
Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть. Денесін шынықтырмаса да, миын шынықтырған біз Шварценеггердің әнлері. Мен сенің сенің есігін шықма, асықтырам істерді, мүмкін қауіпті дерді. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Сүлейман Демирел лицейінің құрамасы Мичиган командасы. Бүгінгі ойында басты рөлдерде Пембе Ақсой, Логодағы Қарлығаш Тәте, Соленые огуршектер, Талсыз қорған және де басқалары. Ойынның тақырыбы көптен күткен КТЛ. Жігіттер, бүгін маңызды ойын. Қайткенмен де жеңуіміз керек. Дұрыс айтасың, бізге бүгін жеңу үшін айқын мақсат керек. Адал ниет керек. Және де ойынға дейін құлшыныс керек. Так, мақсат бар ма? Бар. Ақниет. Осынам. Құлшыныс қайда құлшыныс? Мәме атама ризам, ше фантазиясы базда жоқ. Құрметті көрермендер, айта кететін жаңалық. Бізде жаңа спорт зал салынып жатыр. Енді жүрмейміз Ақсайға жүгіріп. Онда Алғызға да бір спорт зал салып берейікті. Чотамжеге алдында 14 шақпан тәрбиешілер күні болды емес па? Қыздарыңа не сыйладыңдар? Қойсайшы. Джеге өзіміздің арамызда қалады ғой. Емес ол өзім қызыма дүке әп бередім ғой. Ал мен қызыма дәу мишка сатып алып бердім. Сосын әбеге боятты да барлығын сұрып соны құттықтадық қой. Мүмкін емес, бірақ шындық 8 рет өлген мысық әрісін бисмиллах деп бастайды екен. Азиз, сен өзіңді әзілдеп тұрмын деп ойлайсың ба? Жоқ, Логодағы Қарлығаш әзілдейміз деп ойлайды. Бұндай даубас әзілдермен біз ауысқа кетпейміз. Бізге жаңа әзілдер керек. Ендеше тостерден жаңа шыққан свеж әзілдерді қарсы аламыз. Психолог алдына келген тост. Ана тостер маған қысым көрсетіп жүр. Рахмет. Көзі қылай ғашықтардың әңгімесі. Жаным, осы мне кажется, екеуміздің көзқарасымыз әртүрлі, иә? ОБТ-дан аз бал жинаған ара. Енді қысса не жейміз? Сабзироның баласы. Мен батям қатырачы. Я Sub-Zero. Ендеше колледж аблаларымен Counter-Strike ойнайтын мичигалықтар біз бастаймыз! Сонымен көреміз қыздар жатақханасында болған оқиға. Қыздар, мына весой 3 таңбалы сандарды көрсетпейді екен ғой. Бәрімізге белгілі, Алқыз өздерінің ойындарына көптеген көрермен алып келеді. Сонымен көреміз Алқыз көрермендеріне пародия. Алдында Мәскеуде бір маса қапты. Оны қоя берші, бауырсақ асылып қапты. Осындай көңіл күймен біз бастаймыз. Әзірміз. Сонымен көреміз әлемге әйгілі фильм «Титаник» біздің нұсқада. Жек, мен қорқамын. Қорықпа, Роуз, мына батпашқа адамдарды көрдің бе? Олар біздің махаббатымызға қарсы болған, енді олар жоқ. Олар кімдер? Олар әбелер не болар? Роуз, ана белесті көрдің бе? Кәні? Ана шәні? Жоқ, тым көрмейді, Джек. Дұрыс, ол қыздың приколдары ғой. Қыздар, жатамыз, адбой болып кетті. Дильназ, Фариза, сендер не қылып отырсыңдар? Жатыңдар орындарыңа. Абла. Кеткім келмейді, one love, one love. Кеткім келмейді, one love, one love. Құрметті көрермендер, ойын соңында біздің командаға балалар осы ойынға қатысқан лицейлер сияқты. Мысалға Сәкен СДЛ сияқты, Ішітар, Алаян Алғыз сияқты жылына 2 миллион ақша құртады. Азин Есік лицей сияқты, ода ешкім шаруасы жоқ. Ақниет Ақсай сияқты, үйінде бір қыраны бар, сойы мақтана береді әйтеуір. Бірақ біз әртүрлі болғанымызда біздің басымызды қосатын ол КТЛ деген үш әріп. Барша КТЛіктердің басын қосатын осындай көңіл кештер мен ойындарды көптен күткен мичиганттар. Көріскенше. Кеткім келмейді, one love, one love. Кеткім келмейді, one love, one love. Өтірі задындар ғой. Және бастауыш сайысын аяқтайтын Алматы қыз білім инновация лицейінің құрамасы сол баяғы Алқыз. Көңілді көтеру ойын көптен күткен КТЛ. Күтіп келді көремен, карантиннің бітумен дегенмен шапалақтайды көремен. Бізді фанат бүкілдер жүрегі өте әзілер. Бізде бәрі жақсы, қалта толған маска. Спирт қайдан іздейм деп ауыртпайым басты. Лицей қыздары, сахнаның шамы. Алғыс кеттік бәрін таста, сәлем Алматы!
қыздар, алдыңғы жылы президент клубына қатыспағанымызға өзімізге жақсы болды. Несімен жақсы болды? Финал бәрібір де болған жоқ қой. Бірақ қыздар, ал қыздар бар ғой, я контент жоқ, я әзілдер өтпейді, әйтеуір қыздарды жинап алған ғой. Жансаяш, жаңадан бері біз мақтап, енді неге жамандап кеттің? Бас командаларда біз туралы айтты ғой, өзімізде айтайық. Қыздар, жаңа құрама болғанда неге өзімізді таныстырмасқа? Жоқ, біз таныстыруға уақыт өткізгенше, одан да бізді әзілдеріміз арқылы танысын. Жалпы біз бұл аймақта жалғыз қыздар командасымыз. Және біз өзіміздікілерді ешқашан ұмытпаймыз. Ендеше біз барша нәзік жандыларды келе жатқан 8 наурыз мерекелеріңізбен құттықтаймыз! Ендеше сіздердің алдарыңызда жаңа құраммен, жаңа иммунитетпен келген сол баяғы алқыз! Назарларыңызға бірінші миниатюра, обед уақыты сағат 13:00. Мә, Айка қарным ашып кетті десе асханаға барайықшы. Терезені шыға салмадық па? Сөйтейікші. Қыздар, мыналар не? Адам құсап есіктен шықпайсыңдар ма? Ой, абла, есік, не наш уровень. Gucci flip-flops, can hit you to massage. Назарларыңызға келесі миниатюра, директор кабинетінде болған оқиға. Сонымен қыздар, терезені кім сындырды? Ағай, біз оны сындырған жоқпыз. Біз бұл уақытта олимпиадада çalışтық, бөлмені жинадық, апамен бірге шай іштік. Қыздар, лапшальмеңдер шындықтарында айтыңдар, терезені кім сындырды? Жарайды, ағай, өз кінәмді мойындаймын. Оны Зихра сындырды. В смысле, Жайма? Не только терезені сындырды, ақсайды да, есікті де. Ой, короче, айта берсең көп қой. Қыздар, чемодан не үшін? Ой, ағай, сұрамай қойныш, ақсайдың өтпей қалған әзілдер ғой. Сонымен тамашалаймыз. Ятыш кезінде болған жағдай. Қыздар, ятыш! Уф, ятыш болды, айтшы әңгімеңді. Короче, кеше бар ғой, телеатрында, я. Қыздар, қойыңдаршы, ұйықтайықшы, пожалуйста. Сен ағала бермеш өмір. Короче, бар телеатрында, я. Ана жақта үлкен кәдімгі тұрады, я. Кірдім да, я. Қыздар, қойыңдаршы, ертеменде математика, физика. Зихра, сен ба сөйлеп жатқан, шық коридорға. Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Жалпы, бүгінгі ойын тақырыбы көптен күткен кітап. Ал біз осы ойынға сіздердің күлкілеріңіз көру үшін асықтық. Шүкір, бүгін беттеріңізде маска. Ендеше, сіздермен бірге болған, сіздердің ерке қыздарыңыз сол баяғы алқыз, назарларыңызға рахмет! Көп рахмет. Осымен сәлемдесу сайысы өз мәресіне жетті және дуғыл шапалақпен командалар ортаға. Көп рахмет. Бағлар командалар келген болса, онда әділ қазылар алқасынан бастауыш сайысына ұпайларын алайық. Максимум 10 ұпай, минимум 5 ұпай. Алғаш болып ортаға шыққан есік логодағы қарлығаш. 10, 9, 8, 8. Келесі Талдықорған феномен. 9, 10, 8, 8. Ақсай Шварценеггердің інілері. 9, 10, 8, 8. СДЛ, Мичиган. 10, 10, 10 және де 9. Және соңғы болып шыққан алқыз, сол баяғы алқыз. 10, 10, 9 және де 8.
Бастауыш сайысы бойынша орташа ұпайлар. Есік логодағы қарлығаш 8,75. Талдықорған феномен 8,75. Ақсай Шварценеггердің інілері 8,75. СДЛ Мичиган 9,75 және Алқыз, сол баяғы Алқыз 9,25. Көп рахмет. Және келесі сайысымыз оқиғалық ширату. Әділқазылар тарапынан жағдаят беріледі, ал командалар тапқырлықпен жауабын беру керек. Алғаш боп ортаға құрметті әділқазылардан Эдукон компаниясының сапа бөлімінің директоры Омархан Бабахан мырзаны сахна төріне шақырамыз. Құрметті Омархан ағай, сіздің жағдаятыңыз келесі. Алдыңызға шыққан команда мүшесі сіздің сыныптасыңыз. Және сыныптасыңызға сұрағыңыз 8 мартқа не алдың мамаңа? Сұрайын ба, сұрақ қойдыңыз ба? Деп айтасыз. Алда 8 наурыз келе жатыр, мамаңа не алдың? Деген сұрақ. Талдықорған феномен. Алда 8 наурыз келе жатыр, мамаңа не алдың? Алқыздан келін алып келдім. Талдықорған феномен. Алда 8 наурыз келе жатыр, мамаңа не алдың? Әйел адамға алтын жарасар, ана кубок тапарым. СДЛ Мичиган. Алда 8 наурыз, мамаңа не алдың? Осын финалдан кубок алдым. Исик логодағы қарлығаш. Алда 8 наурыз, мамаңа не алдың? Табан көтеріш, үйдің кілтін аласылайын. Талдықорған феномен. Алда 8 наурыз, мамаңа не алдың? Марсқа билет алдым. Сол баяғы Алқыз. Алда 8 наурыз, мамаңа не алдыңыз? Мен анама уборка жасайтын набор алдым. Бәрібір ол бізге беріледі ғой. Барлық командалар жауап берген сияқты. Бір соңғы жауап болсын да. Ақсай КТ Шварценеггердің інілері. Алда 8 наурыз, мамаларға не алдыңдар? Мен өзім подаркпын ғой. Көп рахмет. Келесі балдарыңызды Асыл Қасиет қоғамдық қорының президенті Жанат Мұхамеджанов мырзаны ортаға шақырамыз. Жанат ағай, сіздің жағдаятыңыз, лифтта тұрып қалдыңыз, қасыңыздағы адамнан сұрайсыз. Енді не істейміз? Енді не істейміз? Исік логодағы қарлығаш. Енді не істейміз? Бір отырып, бір мощный соқпет жасап жүрмедік па? Талдықорған феномен. Енді не істейміз? Жалпы ана бізге берген ұпай талқылау керек еді. СДЛ Мичиган. Енді не істейміз? Қайырлысы. Арзан әзіл аламыз, арзан әзіл. Сол баяғы Алқыз. Енді не істейміз? Ағай, сізді бояндырып берейін ба? Шварценеггердің інілері Ақсай. Енді не істейміз? Алқызға звондап пикап істемейміз ба? Енді не істейміз? Қойыңыз ағай, Талдықорғанда лифт жоқ қой. Барлығы жауап берген сияқты. Көп рахмет. Доғыл шапалақпен тағы да.
Келесі обалдарыңызда Дос Мұхамедов атындағы мектеп гимназиясының директоры Ержанат Бакиров мырза. Ержанат ағай, сіздің жағдаятыңыз келесі, сіз мұғалімсіз. Айтатыныңыз БТС нәтижелері шықты. БТС нәтижелері шықты. Талдықорған феномен. БТС нәтижелері шықты. Кезінде медресеге бара салу керек еді. Ақсай КТО, Шварценеггерлері. БТС нәтижелері шықты. Бісміллә, нормально алсам ғой, бісміллә, нормально алсам ғой, бісміллә, нормально алсам ғой. СДЛ Мичиган. БТС нәтижелері шықты. А че, BTS-тің өлеңдерінің нәтижесі бар ма не? Сол баяғы алқыз. БТС нәтижелері шықты. Ой аға, мен білем, мен бірінші орында тұрмын. Артынан санағанда ма? Талдықорған феномен. БТС нәтижелері шықты. Ой аға, мен қызығып тұрғанда айттыңыз ғой. Соңғы жауап. Логода қарлығаш. БТС нәтижелері шықты. Алло, мама, қадалдық. Көп рахмет. Добал жабалақпен. Келесі обалдарыңызда Сулейман Демирер университетінің проректоры Давранжон Гаепов мырза. Давранжон ағай, сіздің жағдаятыңыз, сіз келдіңіз, белгісіз бір кезекке, яғни очередке тұрдыңыз, сіздің сұрағыңыз бір қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Қай жаққа очередке тұрып жатырмыз, яғни. Талдықорған феномен. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Білмеймін, мен алқыз көру үшін келдім. СДЛ Мичиган. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Финалды көруге кезекке тұрабыз. Исік логодағы қарлығаш. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Бүгін ужин нефтен болды сізден кейін, мен пожалуйста бе. Болған сияқты ма? Талдықорған феномен. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Тәрбиешілер бөлмесіне экскурсияға ғой. Ақсай КТЛ, Шварценеггерлері. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Сол Илон Масктан қашқан маймылдан чипті алуға. Сол баяғы алқыз. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Ой, аблам тойына подарок алып жатқам. Бұл қиял. Көп рахмет. Жарайды, соңғы жауап болсын. СДЛ Мичиган. Қай жаққа кезекке тұрып жатырмыз? Колледж абаларымен кс ойнауға. Көп рахмет. Құрметті қазылар, егер дайын болсаңыздар, оқиғалық ширату сайысы бойынша ұпайлар. Минимум 5 ұпай, максимум 10 ұпай. Есік, логодағы қарлығаш. 7, 7, 8, 7. Талдықорған феномен. 8, 10, 9, 9. Ақсай, Шварценеггердің ілдері. 6, 7, 7, 8. СДЛ, Мичиган. 8, 7, 8, 9. Сол баяғы алқыз. 8, 7, 7, 7. Көп рахмет. Оқиғалық ширату бойынша орташа ұпайлар
Есік логодағы қарлығаш 7,25. Талдықорған Феномен 9 ұпай. Ақсай Шварценеггердің інілері 7 ұпай. СДЛ Мичиган 8 ұпай. Ал қыз, сол баяғы ал қыз 7,25. Көп рахмет. Ал енді соңғы сайысымыз еркін сайыс. Құрметті командалар, барып дайындала берсеңіздер болады. Сахнаға осы еркін сайыста алғаш болып шығатын Талдықорған білім инновация лицейінің құрамасы Феномен. Достар, бәріміз білетіндей, лицейдегі ең қызық сәттер ол жатақханада өтеді. Сонымен көреміз, сағат таңғы 4 лицей оқушылары жатақханада. Жігіттер тұрыңдар, маңызды бір жаңалығым бар. Не болды? Талқыз ашылайын деп отыр ма не? Жо, ол одан да маңыздырақ. Енді не ол? Тәрбиешілер бөлмесі ашық екен. Кеттік, кірейік. Дұрыс айтады, жүріңдер, кірейік кеттік. Қуасыңдар ма сендер? Өлетін бала молақ емес. Тәрбиешілер бөлмесі жүгіреді деген білесіңдер ма? Оны қоя тұрыңдар ше. Ұсталып қалсақ қайтеміз? Ұсталып қалсақ, қайырлысы. Одан бұрын бізге онда маңызды бір зат бар. Ол не сонда? Барған соң білесіңдер. Не де болса құлсардың оқушыларымызға қорқыныш заттың бәрін көрдік. Кеттік, кірейік. Жүріңдер, кірейік. Дәл осы уақыт тәрбиешілер бөлмесінде. Жігіттер, тәрбиешіміз ұйықтап отыр. Есікті ақырын ашыңдар. Давай, ерасың аш. Есікті айырып тағансың ғой. Қалай сонда? Сен емесе баршы. Есік десе кіріп кете береді екен. Жігіттер, есік ақырын кіріңдер. Давай, ақырын. Жігіттер, қараңдар, тәрбиешіміз бір маймыл асырап алыпты ғой. Осыған 26 маймыл жетпеген, тағы бір маймыл асыраған ба? Жігіттер, одан да мынаның гардеробын ақтарайық. Қараңдар, мына жақта не жатыр? Так, соқпетке киетін костюм, этюдқа киетін костюм, сабаққа киетін костюм. Осының көрпесін ашып қараңдар, ішінде де костюммен жатқан сияқты ба? Жігіттер, оның костюмын қоя беріңдерші. Тәрбиешіміз жай матрастың үстінде жатыр ғой. Төсегі қайда бұның? Қызықсың сен, айттық қой құстарды оқимыз деп. Ернар, давай матрасымен алып чартсайық. Жігіттер, мына есік сыртынан құлттап қалған сияқты. Бұл бөлмеден шығу үшін тәрбиешінің оянғанын күту керек секілдіміз. Қой онда, мен ыңғайланып жата берейін. Жігіттер, мүмкін есікті ашып тастайық. Жоқ, оны финалдар сындырып тастаймыз. Айтпақшы, осы жерге бір маңызды зат үшін келіп едік қой. Қайда ол? Жиге, походу мен таптым, біз мына зат үшін келдік. Осы маңызды заттың құлсарда жатқан бір қызық екен. Жиге, тәрбиеш оянады. Ернар, тұр не істеп отырсың? Сенің мөлдір көздер. Өшік сенің, мен сендердің мұнда келетіндерін білгем. Қайдан білді? Мен білем, анау айтып берді. Бағанадан бері біз сөйлесіп тұрғанда қарап тұрды да айтып берді. Қуасың ба сен, кімге қарап айтып отырсың өзің? Жігіттер, сендер мұнда анау кубокты алу үшін келгендеріңді білемін. Кубокты соншалықты қалаған екенсіңдер. Алыңдар, рұқсатымды бердім. Енді тәрбиеш айтып жатқанда сіздер қарсы шықпайтын шығарсыздар. Ойын соңында сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен кубок үшін тәрбиешілер бөлмесіне кіруге дайын және тәрбиешілердің амандығын тілейтін Талдықорғандық Феномен. Рахмет. Талдик, город больших приключений. Көп рахмет. Келесі балдарыңызда Алматы ұл білім инновация лицейінің құрамасы Шварценеггердің інілері. КВН төрешілер бал қою рәсімінде. Ұзын шашты балалар, қайдың жүрін аяқтан? Сен кімсіңдер? Біз Шварценеггердің нағашыларымыз. Так, сен кімсің? Мен Дастан Ильяс, Шығыс аймақтың координаторымын. Координатор. Барып кел, шауып кел дейсің ғой. Төртінші 90 офлайн болады дегенді естіген оқушы
Блин, пандемия қашан басталады депті. Мыналар әлі кетпепті. Тоқташ, сен кімсің? Мен Нұрбол Төлебаев, білім инновация қорының вице-президенті. Вице-президент. Сипалам, мұсыңыз звезда дейсіз ғой. Көшеде екі кітелшік тұрыпты да, брат, бізде бүгін активити десе, ал қызда қыз, ал менде Билайн депті. Жігіттер, сендер не істеп жүрсіңдер? Бізде КВН нормально баға қолай алмай отыр ғой. Тоқташ. Сен вообще кімсің? Мен білім инновация қорының президенті Дархан Өтемін. Ассалам алейкум. Кешірім көріңіз. Біздің бүгінгі басты мақсатымыз көрермен жүзіне күлкі сыйлау болды. Карантин адамдарды өзгертсе де, біздің КТЛ-ге деген махаббатымызды ешқашан да өзгертпейді. Көп рахмет. Келесі алдарыңызда Сүлейман Демирел лицейінің құрамасы Мичиган командасы. Бәріміз білетіндей, түрік ағайлар 90 жылдары келген болатын. Бірақ біздің нұсқа бойынша бәрі одан да ертерек басталған. Көреміз, Қазақ ордасы 15 ғасыр. Біздің ағай тамаша. О, бәрекелді Нұрбол. Дарханем, сізге айтар бір датым бар. Қандай дат? Датты байы. Үй, не деп жатырсың? Ой, аузыма келген доттақ қойыппын. Талды орған сияқты ма? Дарханем, әздай туды доғарайық, ар жақта соғыс жақындап қалды. Онда Түркістанға хабар жібер, қорғансын, нығайтсын, соғысқа дайын болсын. Болады. Сосын байқаш, анау хаттар өртен кетпесін. Дарханем, ар жақта ал қыздың абылалар қымыздарын сапырып күтіп отыр екен, барып дәм татайық. Онда алғызға хабар жібер, қазір тексеріс келеді деп. Көреміз, Жоңғарвар сарайында. Неге мына өлеңді таңдады? Жоңғарварға дым қатысы жоқ қой дегендерге, просто Жоңғарвардың ұлттық әнін таба алмадық. Сондықтан да осыны қоя салдық. Құрметті көрермендер, бүгінгі табақтың сақырыбы. Қондайшым, не деп сандырақтап тұрсыз? Ертең просто күй толық сет соған сөзім дайынап жатқам. Қондайшым, ар жақта алғыздың абылалары қымыздар сапырып күтіп отыр екен, барып дәм татайық. Кеттік ендеше. Көреміз, Алқыз Амазонка тайпасында. Қатырасын. Жоңғар, қазақ, не болды Ақсай сияқты алғызға басып көрдіңдер ғой. Қазақтар беріліңдер, біз сендердің жерлеріңді басып алуға келдік. Онда жоңғар дайындал, біз сенің жеріңе алғыздың көрермендерін жібереміз. Не дейді қолбасшы? Қондайшым, бұлар біздің елімізді шулатып бастарына көтермекші. Ойбай, әттеген-ай. Ендеше біз сендерді есікке апарып тастаймыз. Не дейді қолбасшы? Олар бізді жердің түбіне жібермекші. Тоқтатыңдар болды. Түрік ағай? Жоңғарвар, мен сендердің жерлеріңе лицей ашып, балалар мен қыздарды бөлек оқытатын боламын. Түрік ағайды сөзі жүрегіме тиіп кетті. Оданша өлгенім артық. Қондайшым. Мен 4-ші курсын Айбишкасы секілді болып қалдым ғой. Бұл не дегеніңіз, Қондайшым? Скоро кетіп қалам, ау. Қондайшым! Рахмет. Түрік бауырлар, сіздерге көп рахмет. Не қалайсыздар, не керек айтыңыздар. Бізге ештеңе керек емес. Жай Түркістанға шын жолды көрсет жөссендер болды. Арғарай өздеріміз қатырамыз. Құрметті көрермендер, рахмет. Құрметті көрермендер, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен түрік ағайларды жанында жақсы көретін мичигандықтар. Біз қоштаспаймыз. One love,
Көп рахмет. Келесі алдарыңызда Алматы қыз білім инновациялар құрамасы Сол баяғы ал қыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде бармысың кардашым бағдарламасы. Сіздермен әдеттегідей мен Жандау Байнұр. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Сәлеметсіз бе? Сіз не жоғалтып келдіңіз? Өй, мен не жоғалтпадым осы? Карантинде отырып зрениянда айырылдық қой. Міне, мынау -3-ке кетіп баратыр. Дым қозғалмай, фигурантымда кететін болдым ғой. Оған дейін болғандай. Ей, мен басқа мектепті сағынам деп вообще ойламаппын ғой. Мектептер қашан ашылады вообще, а? Мектептің ішінде менің бүкіл жастық шағым қалатын болды ғой. Осы шынымды айтсам бар ғой, а? Қазір оқуға деген 1 грамда желание маған жоқ қой, а? Қазір көріп алайын. Вот шынымен де қалмаған ғой, а? Мантия киіп, мектепті адам сияқты бітірем ба десем, маска киіп отырған түріміз мынау. Ей, уайымдамаңыз. 4-90-да мектептер ашылады деп жатыр ғой. Әне, өзіңіз айтып тұрғандай, мектептер де ашылып жатыр. Менің ақ бір бағым ашылмайтын болды, а? Жақсы, өмір ғой енді. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Сіз не іздеп жүрсіз? Мен нормально түркше білетін лицей оқушылар іздеп жүрмін. Міне, осында отырған оқушылардың барлығы лицей оқушылар ғой. Түркшені жақсы біледі емес пе? Ал онда тексеріп көрейік. Adın ne? Günaydın. Sen ne yapıyorsun? İyiyim, siz nasılsınız? Sen deli misin? Evet. Bu ne lan? Çok teşekkür ederim hocam. Benim de saydım da kalbim karıştırır aklım. Түсінікті. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Сіз бұл бағдарлама не үшін келдіңіз? Мен вообще СДК-ны іздеп келдім. СДК қайда? Ана жағында күршіктер ме? Я, шынымен де қайда? Олай күршіктер алдыңғы жол Нұр Сұлтанға бара алмай, жазда жай жүрмек деп өздерін банкіге жауып тастаған шығар. Мен де кезегім келді ау. Сіз бұл бағдарлама кімді іздеп келдіңіз? Мен бізге әрқашан қолдау беріп, жанымыздан табылатын адамды іздеп жүрмін. Ол біздің әр ойымызды күтіп, бізді сүйікті команда деп атайды. Ол Омар ағай. Өй, мен Омархан ағай ма десем, бірақ біздің Омархан ағайдың қолдауына не жетсін? Я, Омархан ағай. Я, карантин уақытында көп нәрсені жоғалтқанымыз рас. Бірақ сол күннің өзінде лицейді несінің қадірін енді ғана түсінген сияқтымыз. Ендеше біздің бағдарламаға берілген уақыт тәмам. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен бірге карантин кезінде көп нәрсеге қызығушылығын жоғалса да, КТЛ ойындарына деген қызығушылығын жоғалтпаған сол баяғы ал қыз. Назарларыңызға рахмет! Көп рахмет. Және еркін сайысты аяқтайтын Есік білім инновациялар құрамасы логодағы қарлығаш. 13 ғасыр граф Дракуланың сарайы. Мен сендердің қандарыңды таңға дейін ішемін. Туй ағай, кете берекші, аяғым шаршап кетті. Ағай, пожалуйста, кетейікші. Жатындар сал. Ал ұлдар, сендер таңға дейін тұрасыңдар. Ағай, вы же не имеете права по закону. Бол, тоқташы. Жатындаршы бар. Сендер де бір еркек дейді ау. Біз кезінде қандай едік, а? Ешқашан ренжімегенбіз. Ешқашан да ата-аналарымызға барып, жаңағы жалоба жасаған жоқпыз. Ойбай, әміршім, ұлыңыз граф Қарлығашты адамдар тұтқын қалды. Жина бүкіл вампирларды. Соғысқа аттанамыз. Карантинде жатыр әміршім вампирлер. Не, бәрі жарғаны теорып қалған ба? Көп сандырақтамай, маскыңды ки, екеуміз аттанамыз. Осы уақытқа дейін граф Қарлығаш Алматы көшелерінің бірінде қызымен бірге. Сендегі тәтті қаныңмен серуендеп түнгі алматтым мен. Сен қан тобыңды ұнаттым мен. Сен қан тобыңды ұнаттым мен. Ұстаңдар мыналарды!
Бұл граф Дракуланың ұлы вампир. Қызды жіберіңдер. Ей, тыныш тұр, әйтпесе өлтірем. Кімбратна мойнында қытығым бар еді, басқа жаққа тақашы. Доғар болды. Шіркеуіміздің басшысы бұны өлтіруді бұйырды. Оны мен емес, оны біздің сценарист солай бұйырды, балам. Ендеше бұны ағашқа байлап, өртей жіберіңдер. Тоқтатыңдар. Ей, бұл Дракула ғой. Бұл Дракула ғой. Бұл Дракула ғой, санаға аяқталды. Егер сендер менің ұлым жібермесіңдер, мен сендердің қандарыңды ішем. Біз астаналықтармыз. Біздің қанымызды онсыз да масылар ішіп тастаған. Ендеше келісейік. Егер сендер менің ұлымды жіберсеңдер, мен сендердің қандарыңды бір ғасыр ішпеймін. Жақсы онда, босатыңдар мыналарды. Мен кеше ғана Найманның қанын ішкем. Алдау, қаным да бар. Ұстаңдар адамдарды. Өле қал. Жоқ, әке, сіз келседің дәрігер емессіз бе? Көмектессеңізші, өлейін деп жатыр. Менде тек аспирин ғана. Нормально. Қарлығаш, Әке, тыңдап тұрмын. менің өлер алдында саған екі өсиетім бар. Айта беріңіз, әке. Біріншісі, Алқыз. Алқыздың қыздарымен ендігәрі сөйлеспеймін де. Жақсы, әке. Екіншісі қандай? Екіншісі, сен маған финалға өтеміз деп уәде бер. Жақсы, уәде. Құрметті әділ қазалқалары, граф Қарлығаштың өз уәдесін орындауына мүмкіндік бересіздер деген ойдамыз. Сіздердің алдарыңызда өнерін көрсеткен логода Қарлығаш. Рахмет, Алматы. Көп рахмет. Осымен еркін сайыс өз мәресіне жетті. Құрметті командалар, ортаға. Доғыл шапалақпен. Көп рахмет. Рұқсат болса, кешімізді қорытындылап, әділ қазылар алқасына сөз берейік. Құрметті әділ қазылар, микрофон ашық сіздерде. Қайырлы кеш, құрметті оқушылар, ата-аналар, мұғалімдер. Барлықтарыңыз келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын. Құрметті арулар, әйелдер, барлықтарыңызға келе жатқан мейрамдарыңызбен. Бүгін жақсы бір керемет бір кеш өтті. Барлықтарыңызға рахмет, осындай бір кеш сыйлағаныңыз үшін бізге, барлықтарыңызға. Бірақ Ақсай Шварценеггердің інілері сәл соңғы еркін тақырыпқа байланысты дайындықтарыңыз сәл әлсіздеу болып қалды. Сол жақсы істеуге де болады, өйткені алдыңғы сеанстарда жақсы болдыңыздар. Жалпы кеш жақсы өтті деп ойлаймын. Астарлы, көңілді өтті. Рахмет барлықтарыңызға. Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Шында да мынау енді карантиннан кейінгі алғашқы өтіп жатқан шаралардың бірі деп есептеймін. Біз де сіздерді сағындық. Мынау сол баяғы алқыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Енді бүгінгі ойынға келетін болсақ, ойын жақсы өз деңгейінде өтті, жақсы дайындықтарыңыз бар. Бірақ та мынау ең соңғы үй тапсырмасында басымдық беру керек еді. Көп рахмет. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, құрметті мынау КТЛ-ға қатысушылар, мынау Сүлеймен Демирел университетінің әкімшілігі. Ең алдымен осындай кешіктің куәгері қылған мынау біздің Нұрбақыт ағамызға, мырзаға рахметімізді айтамыз. Екіншіден, келе жатқан алдағы халықаралық әйелдер күнімен нәзік жандыларды құттықтай отыра, бүгінгі кештің қорытындысын қорытындылауға рұқсат етіңіздер. Енді карантин болғаннан кейін, мен негізі өзім жалпы солтүстік аймақтан келгеннен кейін Алматы қаласындағы мектептердің КТЛ-ында алғаш қатысып отырмын. Сондықтан карантиннен кейінгі мектептердің, оқушылардың деңгейі білініп тұр. Әлі
жөнді шыға қоймаған сияқты карантиннен, сахнада өздерін еркін ұстай алмауы, жаңағы сөздерді ұмытып қалуы, актерлық қасиет, жаңағы қабілеттерді көрсету керек. Енді бұның бәрі уақыт өте келе тәжірибемен жинақталады деген ойдамыз. Себебі біз Астана қаласында, Нұр-Сұлтан қаласында негізгі гранд финал дейміз ғой, сол финалда жақсы әзілдермен келетін команданы күтеміз. Себебі ол жерге де барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінен адамдар барады, яғни тамашалауға барады. Осы 5 команданың ішінде ең лайықтысы деген сол Нұр-Сұлтан қаласында өтеді деген ойдамыз. Сәттілік тілейміз, әрқашанда мойымай, жаңағы берілмей, өз әзілдеріңізді шыңдап, әрі қарай жалғастыра беріңдер деген тілек айтқым келеді. Себебі бүгін бір команда жеңсе де, қалғандарыңа келесі жылы мүмкіндік беріледі деген ойдамыз. Сондықтан ешкім ешқашанда мойымасын. Дайындалыңыздар. Рахмет көп. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, құрметті жанкүйерлер. Бүгін мінекей 5 команданың сахна қойылымдарын қарап шықтық. Жалпы кемелденуде шек жоқ дейді. Яғни дайындық жасай берсек, мен ойлаймын, біз бір келесі деңгейге шыға береміз. Көзге көрініп тұрған актерлық шеберлігімен, сахнада өзін ұстаумен феномен көзге көрінді. Сонымен қатар көрсетілімнің мазмұнымен және креативтік жағымен Мичиганда көзге көрінді. Рахмет. Көп рахмет дайындалған оқушыларымызға, дайындаған мұғалімдерімізге, тәрбиешілерімізге. Тағы бір ду қол шапалақ, оларға көп рахмет. Және әділ қазылар алқасынан еркін сайыс ұпайларын алайық. Максимум 7 ұпай, минимум 5 ұпай. Дайын болсаңыздар, есік, логодағы қарлығаш. 7, 7, 6, 7. Талдықорған, феномен. 7, 6, 6, 6. Ақсай, Шварценеггердің 5, 5, 5, 5. СДЛ, Мичиган. 7, 7, 7 және де 7. Алқыз, сол баяғы алқыз. 7, 7, 7, 6. Көп рахмет. Еркін сайыс орташа ұпайлары. Есік, логодағы қарлығаш 6,175. Талдықорған, феномен 6,125. Ақсай, Шварценеггердің 5 ұпай. СДЛ, Мичиган 7 ұпай. Алқыз, сол баяғы алқыз 6,175. Және де жеңімпаздарды марапаттау үшін әділ қазылар алқасын сахна төріне шақырамыз. Көп рахмет. Және 7,175 ұпаймен. Алқыз, сол баяғы алқыз 3-ші орын. Сайыстар орташасы 2-ші орын 8 ұпаймен Талдықорған, феномен. Және де сайыстар орташа ұпайлары бойынша 8,125 ұпаймен 1-ші орынмен ақтық мәреге шыққан Сүлейман Демирел лицейі, Мичиган. Көп рахмет. Осымен көңілі тапқырлар лигасы өз мәресіне жетті. Кешімізге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Амандықта кездесе берейік. Сау саламат болыңыздар.